Той. Кеше шаңыраққа келін түскен. Беташар жыры болып жатыр. Жұрттың бәрі беташарға жиналып, ақша салуға дайындалып тұр. Сол бір сәтте Ақзияштың 6 айлық қызы қараусыз қалған болатын. Ақзияш 7 жастағы ұлына бөпеңе қарай тұр. Қазір тез келемін, тербетсең ұйықтап қалады, деді. 7 жастағы бала қарындасын ұйықтатып, қызық көруге ол да далаға шығып кеткен еді. Той болып жатқан үй болғасын, балалар үйге кіріп шығып жүрген. Сол балалардың қайсысы екені белгісіз. Бала жатқан бөлмеге кіріп, сіріңке жағып ойнаған болу керек. Ойнап лақтырған сіріңкесі бесіктегі шілтер матаға лап ете қалатынын қайдан білсін. Өз ісінен қорыққан бала ешкімге айтпастан далаға қарай жүгіріп кетті. Бөлмеде аяғынан бастап жанып жатқан сәбидің шырылын үлкендер естіді ме, естімегенде болу керек. Үлкендеу апа, әй, үйдегі баланың даусы қатты шығып жатыр. Байғұстың ішегі қатып қалар. Кім бар, жұбатсаңдаршы, деп дауыстағанда жастау келін үйге кіріп кетіп айқайлады. Өрт, өрт, бесік өртеніп жатыр. Елдің бәрі үйге қарай жүгірді. Бесіктегі шырылдаған сәбиінің өртке орануы Ақзияш үшін ең ұмытылмас, кешірілмес күнә болды. Сәби аман қалған, бірақ денесі үлгіреп, біраз жері күйді. Өмір бойына денесіне мәңгілік тартық боп қалды. Айлап ауруханада жатқан Ақзияш сәбиінен шырылы жүрегін әбден ауыртты. Сол бір жағдайға өзін кінәлі санаған ана қызының жағдайы тұрақталғанша жүдеп кетті. Арада біраз жылдар өтті. Кезінде өрттен аман қалған 6 айлық қыз 6 жасқа толды. Сол бір жағдай денесінде өшпестей із қалдырған болатын. Сол қыздың есімі Майгүл еді. Әлі де ойын баласы болса да, үстіндегі тыртықтарынан ұялып, ұзын көйлек киюге дағдыланды. Көрші балалар көбіне Майгүлді қатарына қоспады. Майгүлге бір қарағанда қорқатындай. Денесінің жартысы, мойны, сол жақ беті кезіндегі күйіктен тартық боп қалған. Әлі жеткен балалар Майгүлді ұрып та жібереді. Ол кезде үйге жылап келсе де, үлкендер еш уақытта баланың ортасына түспейтін. Мектеп оқса да, сол балалар Майгүлге әлімжеттік жасап, сумкасына салған нанын, басқа да заттарын тартып алатын. Есейе келе Майгүл тұйық бола бастады. Қатарластары да, көршілес достары да байғұс қызды маңайларына жолаттырмайтын. Олар Айгүлді кемпір, мыстан кемпір деп мазақ ететін. Сол себепті ешкіммен араласпауға шешім қабылдады. Майгүл бар уақытын кітап оқумен және үйдің тірлігіне арнады. Сабағында өте жақсы оқыған, сыртқы келбеті сүйкімсіз көрінсе де, ішкі дүниесі өте мейірімді, бауырларына қамқор, кішіпейіл қыз еді. Майгүл қыз мектепті қызылмен бітіріп, оқуға құжатын өткізіп қойды. Бірақ тағдыр оған тағы да тосынсый дайындап қойған еді. Өмірі ауырдым деп айтпаған анасы қан қысымынан аяқ астынан құлап арбаға таңылды. Байғұс қыз амалсыз оқуын тастады. Келер жылы оқимын деп ойлаған, бірақ ауру анасына қараймын деп ақ уақыт сырлап өтіп жатты. Іштей анасы да көз алдында жүрген қызының бағын байлағаны жүрегіне ауыр тиетінін айтпаса да белгілі. Ағасы да отбасылы болған. Бірақ көп ұзамай келіні айқай шығарып, артынан ағасы да балаларым үшін деп кетіп қалды. Ара-тұра ақша мен азық түліктерін әкеп береді. Сол анасын күтемін деп жүріп, жасы 30-ға келгенін байқамай қалды. Анасы да соңғы кезде жиі ауырып, ана дүниеге аттанды. Әкесі әлде қашан басқа отбасын құрған. Ақзияш ауру болған соң 1 жыл өтпей, баласы бар әйелмен басқа қалаға қашып кеткеннен оралмады. Туыс-тумалары жабылып жүріп көмек қолын созып, Ақзияшты зейнетақы алуына көмектесті. Келіні де ауру енеге шыдамай кетіп еді. Енесі дүниеден озғалы жетіп келгені, қара шаңыраққа ие болу керек екені енді есіне түскен сияқты. Бұрын келмеген ағасы мен жеңгесі енді үйде тұра бастады. Арада тағы 1 жыл өтті. Үйдің бар тірлігін Майгүл жасайтын. Жеңгесі балалар тастап жұмысқа шығып кетті.
Майгүл сол үйдің қызметшісі секілді бәрін дайындап қоятын. Туыстары бұл қызға жаны ашып, сыртынан алып қашу жоспарын құрған. Бірақ Майгүлді көрген еркек шошитын. Солай жүргенде өзінен біршама жасы үлкен әйелі қайтыс болған еркек Майгүлді жары етуге келіскен болатын. Майгүлдің туыс жеңгелері үйден кішігірім дастархан жайып, ырымын жасап ұзататын болды. Туған жеңгесі қайын сіңлісінің кеткеніне қарсы еді. Кішігірім ұзату тойы болған Майгүл қатты қобалжулы. Болашақ жары кешігуде. Іштей сансыз сұрақтармен әлек. Неге кешігіп жатыр? Әлде менен бас тартты ма? Күйеу бала келді. Көліктері бұзылып кешіккен екен. Жеңгелерінің даусын естіген Майгүл қуанғаннан жылап жіберуге дайын болды. Өзін әрең ұстап, үсті басын ретке келтірді. Күйеу жігітте бөлмеге кірді. Майгүл қатты қобалжығаннан басын көтеруге ұялып тұр. Өзін 18 жастағы бойжеткен секілді сезінген ол болашақ жарына ұрлана қараған еді. Екеуінің көздері түйісіп қалған. Өзінен үлкен болса да жүзі жылы, тартымды мұрты бар ер кісі екен. Сол бір көргеннен Майгүл ұнатты. Сыпайы сөйлеген сөзі, өзін сондай сабырлы ұстағаны Майгүл үшін нағыз ер жігіт еді. Майгүл қызға бақыт тілеушілер ақ баталарын беріп, өз шаңырағына аттандырды. Өмірінің ең бір тамаша күнінде енді ғана бақытқа қол жеткізген бейкүнә қызға тағдыр тағы да үлкен соққы жасады. Бақыттан балбұл жанған Майгүлдің жүзіне қан жұғылды. Көлік апатына ұшыраған болатын. Көлік тізгеніндегі туысы аздап жаман су ішкен екен. Бәрі аман қалып, тек Майгүлдің күйеуі басынан өте қатты соққы алып, сол жерде жан тапсырды. Бұл қайғылы қаза бәріне оңай болмады. Артынан қалған балалар да бар еді. Әлде шаңырағына аяқ басып үлгермеген Майгүлді қазаға да қатыстырмай ағасының үйіне әкеп тастады. Сондағы туыстарының айтып кеткен сөздері: келмей жатып күйеуіңнің басын жұттың, саған бекер құда түстік. Бұл сөздер Майгүл үшін тым ауыр еді. Байғұс қыз есінен адасардай күй кешті. Бөлмесіне кіріп алып ұзақ жылады. Туыстары кеп көңіл айтқаны болмаса, туған жеңгесі қайтып келгеніне қуанышты. Сол бір күннен соң Майгүл сөйлеуді қойды. Үндемей жүре береді. Барлық тірлікті өз қолына алған. Туған жеңгесі бұл қылығына дән риза. Одан кейін де туыс жеңгелері келіп, әлі жассың, сені ұнатып жүрген біреу бар екен деген сияқты әңгіме бастап еді. Ештеңеге қарамай туған жеңгесі абысындарын айқайлап қуып шықты. Майгүлге де айтпағаны қалмады. Уақыт шіркін сыбырлап әп-сәтте өте шықты. Арада бірнеше жыл өтіп, Майгүл қартайды. Ағасының барлық баласын өсіріп баққанда Майгүл еді. Қартайғанда туған жеңгесі өткен күннің кінәсі үшін бе, Майгүл 60 жасқа толғанда жеңгесі өз інісіне кемпірі жоқ шалға қосты. Қазіргі таңда Майгүл әже өте бақытты. Өз баласы болмаса да, өгей балалары құрметтеп, келіндері сыйлайтын ене болды. Алла бақытын қартайғанда жолықтырған Майгүл әже шалымен қол ұстасып, Қазақстанның әсем қалаларына ұшақпен жиі қыдырады. Кейіпкердің бұл оқиғасын баяндаған өгей қызы еді. Майгүл әже өмірдегі ең мейірімді, қамқор жан.